Бәріңе сәлем. Бүгін біз көптің жүрегін жаулаған сметанник пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 240 грамм ұнға, 80 грамм қант, шым-шым тұз, 1,5 шайне ложка разрыхитель салып, жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін холодильникте тұрған салқын сары майымызды 130 грамм алып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырғаннан кейін бір жұмыртқаны салып, песочный тестамына илейтін боламыз. Керек заттардың бәрін описанияға жазып қоямын. Көп илемейміз, ішіндегі сары май еріп кетпеу керек. Салып жарты немесе 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Енді салмасын жасаймыз. 2 жұмыртқаға 100 грамм қант, 20 грамм ұн, 350 грамм сметана және ванильный сахар өз қалауларыңызша 1 шайне ложка салып жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін тестасын дайындаймыз. Осындай форманы мен Каспий KZ-тен алдыртқам. Сіздер әртүрлі формаға сала берсеңіздер болады. Жақсылап оқтаумен жайып, салып тегістейміз жан-жағының бәрін. Жан-жағын тегістеп, әдемілеп, салмасын салып, 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минутқа пісіріп аласыздар. Піскен сметанникті ары-бері қозғап көресіздер, сол кезде ол ақпау керек жан-жағына. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып қолдау көрсете кетіңіздер. Маған подписаться етіп алыңыздар. Алда әр неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Жан-жағына сахарный пудра себеміз. Менің видеом ұнады деген сенімдемін.